Здравствуйте, ребята! Сәлеметсіздер ме, құрметті 5 сынып оқушылары? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Жағдайларыңыз қалай? Сабақтарыңыз жақсы өтіп жатыр ма? Сабақ тақырыбы: тоқта ботам, атаң келеді артыңда. Бүгін біз Мұқағали Мақатаевтың осындай өлеңімен танысамыз. Ал енді жаңа сөздерді жаттайық. Жарықтық, жарық, свет, жарықтық, светоч. Зиялы, интеллигентный, зиялы. Қалжыраған, дрожащий, қалжыраған, дрожащий. Кітаппен жұмыс. Оқулық 16 бет, 3 тапсырма. Актер Сәбит Оразбаевтың орындауындағы «Тоқта ботам, атаң келеді артыңда» әнін үнтаспадан тыңдаңдар. Сұрақтарға жауап беріңдер. Балалар, мен ол үнтаспаны таба алмадым. Алайда басқа адамның орындауында осы әнді тыңдап көрейік. Тоқта балам, атаң келеді артыңда, бір мойныңда қалжыраған қар тұлға. Сенің сәби сәттеріңнің мысқалын айырбастап ала алмай жүр алдыңда. Жүзі жүріп жүз құбылған сағымда, жастық дейтін көктемімнің шағында. Өскен едік сенің анаң екеуміз, осы қарттың мәпелеген бағында. Қарттың бағын жайлайтын біз ентегін, тыңдайтын біз алуан ертегін. Жинап алып жүруші еді жарықтық гүл ауылдың елдегі мен селдегін. Ей болашақ қарт келеді зиялы, киемесін ата құран ұялы. Сен сыйласаң сәби шақтың балғынын, атаң саған ұзақ өмір қияды. Ақылыңа айырбаста күлкіңді, қайтесің сол күлкі деген шіркінді. Бейқам күліп өспеген соң өз басым, бос күлкіні ұнатпаймын бір түрі. Тоқта балам, атаң келеді артыңда, бір мойныңды қалжыраған қар тұлға. Сенің сәби сәттеріңнің мысқалын айырбастап ала алмай жүр алдыңда. Тоқта балам, атаң келеді артыңда. Ребята, в этом стихотворении Мукагали Макатаева говорится о том, что дедушка дает свои наставления внуку. Тоқта ботам, остановись, мой верблюжонок, атаң келеді артыңда, за тобой идет твой дедушка. Дальше. Бір мойныңды қалжыраған қарт ұлға, поверни свою шею, то есть повернись к дрожащему от старости дедушке. Сенің сәби сәттеріңнің мысқалын айырбастап ала алмай жүр алдыңға. Твои сладкие воспоминания детства твой дедушка не променяет ни на какое золото. Тоқта ботам, атаң келеді артыңда, жүзе жүріп, жүз құбылған сағымда. Жастық дейтін көктемінің шағында, өскен едік сенің анаң екеуміз, осы қарттың мәпелеген бағында. Остановись, мой верблюжонок, за тобой идет твой дедушка. Твой дедушка прошел через мираж, и прошло его весна. То есть и твой дедушка был молодым, и все это время прошло как мираж. То есть жизнь прошла быстро. Мы росли с твоей бабушкой в этом саду, который своими руками вырастил твой дед.
Қарттың бағын жайлайтынбыз иен тегін. Тыңдайтынбыз алуан ертегін. Жинап алып жүрер еді жарықтық, күллі ауылдың елтеңі мен селтеңін. В саду старца, то есть у твоего дедушки был в свое время тоже свой дедушка. И вот в его саду мы росли. Он собирал вокруг себя таких же старцев, которые также дрожат от старости, как и он. И от него мы слышали разные сказки, прибаутки, разные. Рассказывал нам мой дедушка, нам с твоей бабушкой тоже разные интересные истории. Эй, болашақ, қарт келеді зиялы, кейімесін ата қыран ұялы. Сен сыйласаң сәби шақтың бір сәтін, атаң саған ұзақ өмір қияды. О, будущее! Идет интеллигентный старец. Если ты уважаешь одну минуту, одно мгновение детства, то твой дедушка подарит тебе много времени. То есть это говорит о том, что дети – это наше будущее. Он обращается: «О, болашақ, о будущее!» И говорит о том, что нужно ценить время, потому что время идет быстро. Ақылына айырбаста күлкіңді, қайтесің сол күлкі дейтін шіркіңді. Бейқам күліп өспеген соң өз басым, бос күлкіні ұнатпаймын бір түрлі. Тут дедушка говорит о том, что они росли в другое время, когда у детей не было времени на праздности, на всякое, на то, чтобы тратить его попусту. Они росли в постоянном труде. И дедушка говорит, что он не воспринимает бесполезный смех, то есть не бесполезно, не воспринимает праздность, когда люди смеются просто так, без причины, когда тратят свое время на всякие разные глупости. И он говорит: променяй свое веселье, променяй весь свой смех на маленькую долю моей мудрости. Тоқта ботам, атаң келеді артыңда, дария шалқар даналығын ал, тыңда. Сенің сәби сәттеріңнің мысқалын айырбастап таба алмай жүр алтынға. Тоқта ботам, атаң келеді артыңда. Тут дедушка говорит о том, что его мудрость как быстрая река, и что он не променяет ни одного мгновения счастливых воспоминаний о детстве вот этого мальчика или тому, кому он посвящает, даже на огромное золото. И что он готов делиться своей мудростью. И говорит: ал, тыңда, слушай, бери мою мудрость. Вот такое вот стихотворение Мукағали Мақатаева. Конечно, ребятки, старших надо уважать и почитать, потому что они больше нас знают, они уже прожили свою жизнь, и у них столько мудрости, сколько нет ни в одной книге. Задание с учебника оқулықпен жұмыс. 18-ші бет, 11-ші тапсырма. Дәптерімізді ашып жазайық. Бүгін қыркүйектің 15-і, тақырыбымыз тоқта ботам, атаң келеді артыңда. Жаңа сөздер: жарықтық, зиялы, қалжыраған. 11-ші тапсырма. Первое лицо: мое, мой, моя. Мой дедушка, мой ребенок, моя дорога. Бірінші жақ: менің атам, менің балам, менің жолым. Второе лицо: сенің, твое, твой дедушка, твой ребенок и твоя дорога. Сенің атаң, сенің балаң, сенің жолың. Вежливая форма: сіздің, ваш дедушка, ваш ребенок, ваша дорога. Сіздің атаңыз, сіздің балаңыз, сіздің жолыңыз. Третье лицо: его, ее. Оның атасы, оның баласы, оның жолы. Нужно слова ата, бала и жол записать в жіктік жалғау. Жіктеу керек. Үш жақта жекеше түрде жіктеу керек.
Ал енді сөздердің жалғауларын көрсетіп, қаламмен сызып қояйық. Нужно выделить окончание. Первое лицо м, м. Второе лицо н с хвостиком. Вежливая форма ыңыз, ыңыз. И третье лицо с, Теперь давайте выделим корень слов. Атам, ата корень, балам, бала корень, жолым, жол корень. Осымен, балалар, сабағымыз аяқталды. На этом сегодняшний урок заканчивается. Сау саламатты болыңыздар. Желаю вам всего хорошего. Спасибо за внимание. Вы молодцы, ребятки.